Ekmek жейтін енді азайтып көп тамақ өшті, иә. Иә, бұл кезде май көп еді, қазмай жемейсің деген сияқты әңгіме. Еттім, қазы май, етті май, құйрық май, бәрін жеу керек. Иә, дұрыс. Мен де мысалы құрет жамаймын, маймен араластырып жемесең өтпейді. Шешен тамақ істегенде бізде сұйық май, шешкі май керектенбейді. Құйрық май, жылқының іші май. Уағыз жасап жатыр. Мен айтып жатырмын, бізде көп қолданбаймыз деп сөйтіп жатыр. Отбасым солай ғой, бұрыннан солай ғой. Біз қимқаты керектенбейміз, алла сіздер ұқсап. Енді Алла қаласа, кетіп бір қуантасың. Елімен жерден настоящий тамақ жедім, Алла қаласа, Астанаға барып, қимқат тамағыңа жетесің ғой, ана рестораннан, мына ресторанға бірі пысылып, бірі шикілсін жеп, соны уақытың өтеді ғой, Алла қаласа. Мына настоящий тамақ жоқ енді саған. Алла, Құдай, химикатыңа жетесің дейді ғой маған. Өзінің жейтін осындай құрт. Жетесің, құрт анау. Бізде полный ПП ғой, сондықтан мама да бәрі де ПП-ға көшіп кеткен ғой уже. Енді Алла қаласа жетесің қимқатыңа, ресторанға барып. Міне жаныркер, ананы жеп жатыр, мынаны жеп жатыр дейді. Бәрі біреу пысылып, біреу шикілі, сонымен жарысын жеп, жарысын тастап, сонымен қайтасың ғой. Енді ресторандардан көп тамақтанам ғой мен. Сразу сыртқа шыға салам да тамақтанып алам, соны мазақтап отыр, кофе ішіп, ана жерде тамақ ішіп жүресің деп. Мазақтамаңыздар. Ой, Алла. Мен дайындалмайын. Бір кішкене көрініп тұрайын. Қайырлы күн, құрметті Ақмаралдың оқырмандары, қалдарыңыз қалай? Денсаулықтарыңыз мықты ма? Сіздерге жүздеспеген бірнеше күн болып қалған екен. Сондықтан бүгінгі күннен жалын сәлем жолдаймын. Бізде барлығы жақсы, Аллаға шүкір, Алланың күш қуатының арқасында, өздеріңіздің дұға тілектеріңіз арқасында аман есен шақпылап жүріп жатқан жайымыз бар. Қалай деп алдыңыз, Жака? Шүкір, жақсы бүгін от души. Ұйықтап келе қалайын дедім, иә. Ана кішкентай дүлдүліңді ұйықтап қалды жаңа. Иә. Келіп бір қуантайын. Кетіп бір қуантайын дедім. Сөйтсем, папа кеше мен сабақ, бесплатный сабақ өткізуге кетсем, біз кете сап жылап отыр дейді. Ne айтсаған? Осында өсекші бар не? Иә, мама деген өсекші. Общий отбасы чатына келіп тұр ғой. Біз кетесің, папа жылап отыр дейтін, маған көрсеткісі келмеген ғой. Сөйтсем, атасына қарай жүгіреді ғой. Атасын жақсы көреді, білмеймін неге екенін ше. Бүкіл балалар солай ғой. Солай өзіне. Ол адамның ішке түйсін. Іштен атасы қатты жақсы көріп тұрады, соны бала сезеді да. Менің жүрегімде тікен жоқ болып отыр ғой. Құсағыда маңқайда болып тұрады. Мысығын жақсы көрген, енесін жақсы көргенмен тең дейді. Қой шығараған осы жынды қазақ оттаған. Таяғын айтады екен, айтпайтындар жоқ. Сөз емес сөз айтады екен. Мысықты не қатысы бар ол енеге? Осы енелердің шығарып алмайтындар жоқ екен. Ол ана өзімшіл енелердің айтатын сөзі ғой, келіндерді ана өзіне тарту үшін. Мысықты жек көрсін, енені жек көресің деген сөз дейді қазақта. Өтірік, мынау соң қорқып жүрген, мен мысықты жек көрем, көрсем ұрып өлтіргім келеді дейді. Мен айтам қой құрсын десем. Енді уф дейді, аңқасы енем жақсы көрем ғой. Бірақ енесі жақсы ғой. Иә, бірақ енесін жақсы көреді мына кісі. Өтірік әңгіме екен. Сенбеңдер Все, левел. Мен айтқаным сеніңдер. Самооценка мамадан үйрену керек. Сестренкалар айтады ғой, мына тәкаппар болған. Ана үйіне бір жігіт келіп танысқысы келіп сөйлессе, ту, мынаны үсті басы, алақ-жұлақ. Мыналармен қайтып сөйлесесіңдер деп, мынау адам менсінбейтін дейді. Соңында Сен пенде бәрінде істейді, сен періште емессің. Сондықтан өтірік ана сөйлеген адамдарды көрсем барып жұлып алғым келеді. Тәті күшті сөйлейді. Жүздікті жектерем, бүйтіп өтірік. Сондай адамдарды көргенде, сондай адамдар сөйлескім келмейді. маманың бүгінше онда настроениесі жоқ қой. Неше түрлі әңгіме айтып жатыр бізге. Ой Алла. Мындар неге түсіріп мәзіп отырсыңдар, концерт